Ал Атырау облысында індет өршіп барады. Өңірде айналасы бір аптаның ішінде 150-ге жуық адам вирусқа шалдықты. Аймақтағы эпидахуалды тікелей байланысқа шыққан меншікті тілшіміз Жандос Темірғалиден сұрап білсек. Жандос, қайырлы кеш, бүгінгі ахуал қалай? Шерхан, ассалаумағалейкум. Денсаулық сақтау басқармасы өткен тәуліктің өзінде тағы 30 тұрғынның инфекция жұқтырғанын хабарлады. Әсіресе эпидахуал қалада ушығып барады. Індетке шалдыққандардың басым бөлігі осы шаһардан тіркеліп отыр. Өңірдегі инфекциялық стационарларда 22 науқас жатыр. Оның 8-і бала болса, 7-еуі жүкті әйел. Ал 300-ге жуық адам амбулаториялық ем қабылдауда. Дәл осы санаттағы науқастар соңғы 2 күннің өзінде 2 есеге өскен. Шерхан. Ал Жандос, екпеге сұраныс қалай? Жалпы жеткілікті ме ол? Шерхан, вакцина жеткілікті. Жалпы бүгінгі дейін 98-ден астам тұрғын ревакцинациядан өтті. 272-ісі бірінші компонентті салдырды. Қыркүйек айына дейін 6000 доза бөлініп отыр. Ал өңірлік қорда 100 мыңға жуық доза сақтаулы тұр. Қазір облыста 28 екпе пункті жұмыс істеуде. Шерхан, бүгінгі осы, аман болайық. Аман болайық. Рахмет, Жандос. Бізбен тікелей байланыста болған әріптесім Жандос Темірғали.